Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Сіздерге бүгін өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығатын, өте нәзік болып шығатын кекстің рецептісімен бөлісемін. Арасына начинка салсаңыздар да болады, немесе мен сияқты осылай бетіне шоколад сеуіп дайындасаңыздар да болады. Өз қалауларыңыз бойынша міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Алдымен бізге ертілген сары май, барлық ингредиенттер бөлме температурасында болуы тиіс. Одан кейін қантымызды саламыз, және де 2 жұмыртқамызды қосып, тағы да араластырамыз. Кейін осылардың үстінен сүтімізді және де қаймағымызды қосамыз. Қаймақ менде 20%. Одан кейін електен өткізілген ұнымызды, какаомызды, қамыр қопсытқышымызды салып, жақсылап араластырамыз. Бізде қатты сұйық та емес, қою да емес, орташа осындай қамыр пайда болады. Кейін осы қамырды алып, кекске арналған формочкаларымызға орналастырамыз. Бетіне осылай шоколад сеуіп, 180 градуста 20 минуттай пісіріп аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады.